Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бүгін лаваштан бөрек жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен начинкасын жасайтын боламыз. Ол үшін картошканы суға жақсылап пісіріп алып, дәміне қарай тұз, бұрыш, сары майды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін теркадан сырды өткізіп, бір келкі қылып араластырамыз. Сырды көбірек қоссаңыздар да болады қыздар, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Кез келген лаваш түрін пайдалансақ болады. Видеода көрсетілгендей 8 бөлікке бөліп аламыз. Лаваштарды қыздар пакетке салып қоямыз. Лаваш тез кеуіп кетеді. Бір талдан өзімізге қажеттісін алып жасай беретін боламыз. Осылай қасықтың көмегімен лаваштарды ортасына жайғастырып, екі шетін қайырып орайтын боламыз. Осылай орағаннан кейін лаваштың бас жағына қолымызды сулап алып, лавашқа су жағып ораймыз. Сол кезде лавашқа өзі бір-біріне жабысып қалады. Дәл видеода көрсетілгенде орап шығамыз. Толық рецепті қыздар видеоның астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға қалдырып кетсеңіздер, жауап беретін боламын. Қызып тұрған майымызға бөректерді 5-6 секундта пісіріп аламыз. Тез дайын болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Кез келген соуспен жеуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Осы рецептімен өздеріңіздің құрбыларыңызбен, таныстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі рецепті өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, өте керемет рецептілерді салатын боламын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған мөлдір. Ас болсын.